Assalamualaikum құрметті қауым. Кеше мен Белбасар ойынының бірінші бөлімін өткізген болатын. Бұл жерде тұздық қоймай қаралар тас алды. Енді бүгін біз тұздық алтын нұсқаны қарастырамыз. Негізі бұл зерттеу бойынша бұл жерде ойын бар екен. Яғни ол жерде 6 мен 7 тұздығын тартысы болады. Бұл қалай сонда? Алдымен ақтар 6 мен жүргенде қаралар 9 мен жауап береді. Сонда кешегідей тағы да 99 жүрміз. Енді кешегі нұсқада 88 ойнадық. Яғни ол жерде көрсеттім қандай жағдайға қаралар тап болатын. Енді 66 тұздық қойған нұсқаны көрейік. Онда не істеуге болады екен ақтарға? Онда қараңдар. Енді бірнеше нұсқа бар. Бірінші нұсқа ол 91 алу деп ойладым, бірақ 91 алғанда ол жерде шабуыл әлсіздеу болады. Одан кейін мен ешқандай байлау жасалмаймын. Ең жақсысы бұл жерде бірде еткен. Енді қаралар бұл жерде бірнеше нұсқалар бар. Біріншісі ол 7-ні жауып кету. 7-ні жауып кеткен жағдайда мен 2-4 алып кете аламын. 2-4 алып, кейін ол менен тас алып кетсе, мысалы 3-5 немесе 1-4 деп, онда мен келесі жүріспен 7-сін де алып кете аламын. Яғни 30 тас айырмашылық саптаудан кейін. Енді екінші нұсқа ол әлде әжептәуір жүреді деп ойлаймын. Бұл 78 жүрісі. 78 жүрісінен кейін 78 жүрістен кейін бұл жерде 91 шабуылдау керек. 91 шабуылдап, егер қашқан жағдайда бірден 7 тұздық береді. Бұл жерде басқа нұсқа жоқ деп ойлаймын. Енді қараңдар, 56 жүрсе де мен еш қорықпаймын, жақта 91 ала берем. Келесі жүрісте мысалы 5 алып кетсе де мен тұздық қоямын. Олай жүрмейді деп ойлаймын. 78 жүрсе, 78 жүргенде де мен оны 58, яғни 8-дегі тасын алып кете аламын. Кейін ешқандай байлық бермеймін оған. Қандай жүріс десе де бұл жерде бәрібір тұздық аламын. Тіпті 81 жүрген өзінде де кейін бірден шабуылдап тұздық қоямын. Қандай жүріс болса да бәрібір не тұздық, не тас аламын. Мен жақта 1-4 жүрді. 1-4 жүргеннен кейін мен мына жерде 14 тас алып кетеді 4-тен. Мен 3-7 тұздық аламын. Енді міне ойынның қорытындысы бойынша бұл жерде осына 6 мен тұздықтың айырбасы ойын болып кетті. Яғни мына жақта мен 7-ге, ол 6-ға тұздық қойды. Енді 7 мен 6 тұздығы әрине 6 мықтырақ, бірақ та талай ойындар бар да, мысалы 7 мен 6 тұздығында тіпті 25 ойнайды ғой, мысалы 7 мен ойнағанда 25-тен қашу үшін қаралар 56 ойнап, осында айырбасқа барады. Ол жерде тіпті олар бір бас кезінде тас айырмашылығы оларда аз болып тұрады. Яғни егер салыстырсақ, мына жерде біз жақта ақ жақта 7 тас айырмашылық бар. Яғни біз алдамыз. Мысалы 25 ойында керісінше олар артта болып тұрады. 10 тасқа, 8 тасқа, кейін бірте тактикалық шабуылдың арқасында олар
бірде қуып жетіп жеңіске апаруға тырысады. міне осындайда енді ойын әрі қарай жалғасын тауып көруге болады. Мына жақта енді қандай варианттар болуы мүмкін, не істеуі мүмкін. Мен ойымша сол ең бастысы осы айырмашылықты ұстап тұру керек. Кейін мүмкін тасқа мүмкін 100-ке де ойнап кетуге болады. 100 айырмашылығы 7 мен 6-ның қатты үлкен емес. Яғни арасы 1-2 100 қана. Яғни кім тактикалық, яғни кім шабуыл дұрыс жасайды, кім 100-ке дұрыс ойнайды, сол ұтады деп ойлаймын. Енді мына жерде бірнеше шабуылда варианттар болуы мүмкін. Ол қандай варианттар? 3-6 ойнап көрсе керек. 3-6 ойнағанда, яғни 2-ні асып кетті мен. Бұл вариантта енді бірте ақын шабуылдау болады. Мына жерде 91 жүр. Егер 91-ні қарсы 8 ойнап кетсе, ол жерде 1-2 тасты бере салуға болады. Ең басты мен ойымша мына жақта 5 ұстау керек ақтарға. 5 ұстап, сол 5-ті тиімді тарату керек. Мен ойымша кім соңғы байлықты дұрыстап таратып, соған байланысты. Өткен байлықты таратып, бүкіл ойынды бұзуға болады. Енді мына жақта мен шабуылым 4-8-ге, 4-ке түсіп жатыр. Мына жақта былай қашқаннан гөрі, одан да мен ойымша 9-ын бере салған дұрыс болады деп ойлаймын. 28 жүріп. Оң жақта 49 var. Жалпы міне осындай ойын. Енді барынша міне осындай әртүрлі зерттеу жасаймын. Тек қана сол 6-1 ойнай бермей, басқа ойындарды қарастыра беріңдер. Тоғызмақ тек қана бір ойын ғана шектелмесін. Әртүрлі тоғызмақта өте қызықты ойындар көп. Ол келесі сабақта енді мен 8 ойын қарастырамын. Ол маған каналға тіркеліңдер, басқа сабақта қарай беріңіздер. Каналымызға қолдау жасаңыздар. Алдында да рахмет сіздерге. Қош, сау болыңыздар.